Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен оңай печеньені жасау жолымен бөлісемін. Ішіне қосатын құрамдары үйден табылатын оңай печенье. Құрметті көрермендер, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздерге аптасына 3 рет тегін рецептімен бөлісіп отырамын. Бізге жұмсақ май қажет болады. Үстіне қант ұнтағын қосып, үстіне жарты шай қасықтан аздау етіп тұз қостық та, осылай күрекшенің көмегімен барлығын араластырып аламыз. Бізде құрғақ қант ұнтағы, яғни сахарный пудра қалмауы керек. Міне осындай масса болғанша жақсылап араластырамыз. Араласқан массамыздың үстіне сұйық майымызды қосамыз. Үстіне бір дана жұмыртқамызды жарып саламыз. Барлығын күрекшенің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Енді какаомызды бізге түс беру үшін, шоколадный болу үшін електен өткізіп, осылай какаомызды қосатын боламыз. Оны да құрғақ какао қалмағанша, барлығын жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Енді келесі кезекте ұнның үстіне разрыхлитель қосып араластырып аламыз. Ұнды міндетті түрде сеткіден өткіземіз. Енді жаңа дайындап қойған массамыздың үстіне ұнымыздың жартысын ғана қосып, күрекшенің көмегімен жақсылап араластырамыз. Бірінші салған ұнымызды араластырып болғаннан кейін осындай масса шығады. Енді қалған ұнымызды тағы да салып, қолымызбен қамырымызды жинаймыз. Бізде қолға жабыспайтын қамыр шығады. Қамырымызды жинап болғаннан кейін пакетке салып, холодильникке 20 минут көлемінде қоямыз. Біздің қамырымыз кішкене өз-өзіне келуі керек, содан кейін барып қолдана берсек болады. Уақыт өткеннен кейін осылай қолымызбен үзіп алып формасына келтіреміз. Бұл жерде біз қазір шыршада өсіп тұратын шешкейдің формасын келтіретін боламыз. Сіз өзіңіздің қалауыңыз бойынша басқа да формаға келтіре берсеңіздер болады. Барлығын формаға келтіріп болғаннан кейін пергамент қағаздың үстіне осылай қойып шығып, енді бетіне өрнектерін салып шығамыз. Пышақтың келесі бетіменен, жүзімен емес, келесі жақ бетіменен осылай өрнектерін салып шығамыз. Барлығын салып шыққаннан кейін пешімізді алдын ала қыздырып қойып, 180 градуста 15 минут пісіріп аламыз. Тез дайын болатын печеньенің түрі міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.